Selam dostlar, sizlerмен Aykerem. Bugün biz sizlerмен nебәрі 3 ағзаттан тұратын, өте оңай дайындалатын әрі дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызанақтарды тазалап аламыз. Осылай ортасынан бөліп, түбін алып тастаймыз. Осылай төртке бөлеміз, тағы да орталарынан бір-бір бөліп шығамыз. Мінекей, осылай барлық помидорларымызды турап шығамыз. Мінекей дайын, табағымызға саламыз. Енді колбасамызды тураймыз. Осылай төртке бөлеміз. Барлық колбасаларымызды осылай турап шығамыз. Мінекей дайын. Енді ірімшігімізді тураймыз. Ірімшікті де жалпағынан кесіп алып, осылай орталарынан бір бөлеміз. Осындай көлемде болса жеткілікті. Барлығын осылай тураймыз. Колбаса мен қызанақтың көлемі сияқты болуы қажет. Сол кезде бәрі бірыңғай, өте әдемі болып көрінеді. Мінекей дайын. Ыдысымызға саламыз. Енді көк пиязымызды тураймыз. Көк пиязды майдалап тураймыз. Көк пиязбен бірге петрушка да қолдансаңыздар болады. Кішкене тұз саламыз дәміне қарай. Тұзбен бірге қаласаңыздар, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Ең артынан майонез саламыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Егер майонезі аз болса, тағы да қоссаңыздар болады. Мінекей, салатымыз дайын. Тарелкамызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте әдемі болып шықты. Әрі өте дәмді. Жасалу жолы да өте оңай. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ірімшіктеріңіз артылған болса, бетіне осылай теркадан өткізіп, кішкене сеуіп қойсаңыздар да болады. Ас болсын.